Ассалаумағалейкум, Қазақстан, Кореядан сәлем. Бүгін біз Эверленд деген жердеміз. Мен қазір Эверлендті сіздерге бастан аяқ таныстыратын болам. Каналға жазылып, лайк басып, подписканы жасап, каналды қолдап кетіңіздер. Ал біз кеттік. Бізде күн ыстық. Біз Эверленд деген жерге келдік. Мен өзім бірінші рет келіп тұрмын. Қазір көрсететін болам сіздерге қандай атмосфера, қалай болып жатыр. Мына машина базарға келдік па деп біз өзіміз түсінбей тұрық. Мына теге адам саны деген енді машинаға қарап біле беруге болады. Келуім келіп ап, қай жағынан бастап арылайтынына миым ашып қалып жатыр, мен түсінбей жатырмын. Қай жағынан бастап арылайын? Айтамаймын енді, адам саны көп екен. Ой-бой, наның іші ертегі. Мен қараңдар. Ертегі наның іші. Ішіне кіріп көрейік. Не бар екен? Кроссовкалар деген айбай, жүректі ауыртады ғой, жүректі. Мен жүрісім міне. Шаштың үпа-түпа шығып кеткен, ауызда маска, көзде очки, нефтему. Қолда мынаны ұстап ап. Мынандай тәпішкелер қатты өтіп отыр маған. Бір қызық екен, Білмеймін тек андай бір басқаша чувствовать отыр. Ертегілер әлемі деп бекер айтпай деген. Маскам шешіп қойсам қалай жалпы болам екен? Келіп шешіп алып дейін демей, болатын шығар енді. Мындай тәтті тәпішкелер тұр мына көрсең жегін келетін деп. Көрсең жегін келетін деген қалай кетті. Біз негізіші, походу, ең соңына ана яқты арылап келіп барып мына түсетін жер негізі бұл. Мынаның ішінде игрушкалар сатылады. Соны қызықтайық. Жоқ, ол игрушкаларды қоймайшы ма, живой нәрсені көрейікші барып. Бір мультфильмде бар емес пе? Машиналарда тұрады. Одноразовый нәрселер ғой. Қырынатын, зубный щеткасы бар, пастасы бар, гельдері бар. Мынаның бәрі сот, прикинь. Мынау менің сүйіп ішетін соғым ғой. Именно осы. Дәмі деген күшті, виноның дәміне ұқсайды. Google'дың көмегіне сүйеніп атырық, короче. Күшті нәрсе істедім деп тұрсыз әлгі жерде. Құржымейсің ғой, короче. Зор кетті. Мына жақтың атмосферасы деген маған өте қатты ұнап отыр тегіше. Ойбай, ертегі әлемде жүргенде сияқтымын, өзім сезініп жатырмын солай. Сіздер мына талды қарасаңыздар, мына талға қарап желанияңды айтсаң, желанияң орындалады дейме бірдеңе дейді ғой, короче. Анашым екеуміз осы талға қарап өзіміздің тілектерімізді айтып бәрін болғаннан кейін, анашым екеуміз жас балаша бір-бірімізді қуалап ойнадық. Че там, қолас болған дейміз ба? Кет, қолас болған ек. Кәріс баларым ойнап жүрсең. Мынау зор жер екен негізінде, өзіме қатты ұнады. Масқара екен. Мынандай здание деген ойбай айтамаймын. Мынақта негізі ертерек келіп, ертерек тез демалып, қыдырып, қаңғырып, көріп, суретке түсіп, видеоға түсіп алмасаң, ато қиын екен ондай. Тез жылдам болмасаңшы. Неде Мадагаскардағы зебра, ана піл. Мына зданиялар да тек әдемі екен. Маған қатты ұнады. Қыдыратын жер екен ғой, действительно. Анашым қыдыратын жер екен ғой, Біз ананың үстіне қазір мияқтан кіреміз, ананың үстіне шығамыз да былай өзі апарып тастайды паркке. Жүрегім андай толқыныстың үстінде ағайындар. Сіздерге де осындай бір көріністі көру бұйырсын, иншалла. Анандай канатқа қазір мінейін деп жатырмыз. Ішіне кіріп бара жатыр, ойбай қалай болады екен. Миымды жоғалтып алдым, короче. Отключка берді миым ше. Қазір қыздардың артынан кіріп бара жатыр, әйтеуір бір мәнісі болып қалар деп. Канатына мініп аламыз да, ары қарай айда ғой. Нандай канатқа міну үшін билеттің керегі жоқ. Не деген керемет, құдай-ай. Ақша сұрап ақшаға құныққан ешкім жоқ қой. Тез барайықшы, тез түсірші деп ше канатқа. Қазір ана тұрған лабиринтке барамыз ғой, короче. Аның іші деген шетел. Ертегілер болып тұр ғой, неғып басқарамай отырмын өзімнің эмоциямды. Говорит Москва дейтіндер ғой. Қандай магазин, құдай. Ішінде бәрі бар ғой, кірсең. Ойбай, мына жақтың атмосферасы деген маған қатты жағып жатыр, прям бір өзім үйімде жүрген сияқтымын. Ертең қайттан келетін сияқтымын мен. Қазір ана тұрған американские горкаға мінеміз, иншалла. Короче, мен қасымнан қазір қыздар өтеді, талпа қыздар.
Бәрін жақсы көрем қыздар. Не деген үйін ау құдай. Бай отырып дем албаса болады екен. Көрейік ал бізде. Ел көріп атыр ғой. Адам істегенде адам істейді дейді. Мотивация беріп қойын да сіздерге. Істелет. Мен сіздерге мотивация беріп атырмын. Менен мотивация алып тұрыңыздар. Мен каналыма тіркеліп қойсаңыздар, мен сіздерге күнделікті мотивация беретін боламын деп ше. Анау не лабиринт құнан үсті я. Маман тыға бересің ғой, айналып кеп. Маман тықпасам өтпей қалатын сияқтымын осы бар ғой. Ойбой, неқта деген очередь деген масқара ғой, құдай. Айбай кетті әні. Кетті әні. Қорқып отырмын мен. Үндеймін ау. Телефон сауға болам екен қазір, қызық болып тұр маған. Қазір надан өтеді қазір. Қорқамын деймін. Надан өтеді. Әлсіреп қалдым, энергияның бәрін алып тастады. Бүйтіп мынандай мен прямой түсірген кезде, короче, жаным төбеде қалып қалады ғой. Өзің түсінбей қаласың кәдімгідей. Әлсіреп тұрмын. Сөзім жеткізе алмай тұрмын. Сөздерім былай-былай бір-бірінің үстіне шығып отыр ғой, короче. Масқарандай бір. Есім жинай алмай тұрмын кәдімгідей ше. Нормально. Ары қарай өмір сүруге болады, короче. Мама мінем деген негізі мінбеген дұрыс болыпты. Анан темірінен ұстадым да басым битіп қалды ғой, короче. Соги түстім ғой прямойынан. Бірақ көтерген кезде бүкіл нердегі жан жақтағы ненің бәрі, табиғаттың бәрі көрінді. Тау, тас, көл, су. Көріп келетірім резкі түсіріп жерді ғой кәдімгідей. Неше түрлі заттар бар. Маманың ауруы ғой енді, бір нәрсе, кішкентай нәрсе көрсе қызығып жабысады да қалады. Мамам түсінбеймін. Сендер де мамаларың сондай ма? Мамаларда, апаларда. Қойнышы ма? Кішкентай қыздар ұқсап сізде бір. Мен қарындасым сияқты мен шешем емес ше. Басқа есікпен кіріп кеткенбіз ғой біз. Қазір ақшасы қанша шығатынын білмейміз. Қаңғырып жүріп, чекті қазір шыққаннан кейін барып бере ма, бірдеңесі бар. Қазір шыққаннан кейін қанша беретінін білмеймін примерно. Бір 300-400 төлесек енді мен таң қалмаймын. Мынандай үйшіктері бар, короче. Шаршаған адам осы жаққа келіп, кіріп отыра береді ғой. Еще бұндай үйшіктер сатылады 1,5 миллион воннан. Наяқтан андай нәрсе бар екен. Бизнес идея сендерге жігіттер, қыздар. Айтып тұрмын ғой, менің YouTube каналыма кіріп қарап отырсаңдар, сендерге тегін бизнес идея беремін. Мынаяқта су шашып ойнайтын кәдімгі площадкада бүкіл условияны жасап тастаған. Көбінесе енді кішкентай балаларға жақсы ғой бұл жер негізінде. Өте керемет жер екен. Тема я? Барып ойнағым келіп кетті ғой. Әке-шешелер қарап тұр, балаларын тамашалап. Айналайын, мынаяқта коляскадан пробка болып отыр ғой. Барып оймам, ойыншықтарыңыз қойыңызшы. Біз қазақ байшылыққа салынып үйреніп қаламыз ғой. Шыққан тесігімізден ары қарай дальше ұрып тесіп кіріп кету керекпіз ғой. Сөйтсек мынаяқпен бүйтіп шығуға болмайды екен. Басқа жақпен айналып барады екенсің. Зоопарк екен еще. Кеттік зоопаркке барайық онда. Кеттік зоопаркке барайық. Зоопаркте мынандай нелер бар дейді. Мынандай нәрселер бар дейді. Мына аққу кім? Мен ғой. Мынау кім? Сен ғой. Бағана американский горкаға отырам деп шашымның бәрін прическасын құртып алыппын. Қалай жалпы әдем болып тұрмын ба? Мама әдем болып тұрмын ба? Әдем болып тұрмын ба? Сұлумын ғой, я? Сізден туылдым ғой. Кеттік ары қарай. Шындай ойлап қалмаңыздар, өтірік қой. Өтірік қой. Иллюзия ғой, шын халықты алдап қойған ғой. Короче, мынаяқта речкеге қазір баратырық. Речкеге отыруға болатын болса отырамыз. Аттасына деп ше отырамыз. Төбесіне не істеп қойған өз. Армияларда болады ғой, соғыстың киноларында сондай екен. Қазір болбатса осыған отырып кірейік. Кіреміз ба? Кеттік кіреміз. Кірейік, көрейік. Битті ғой маған кіріңіз деді ғой. Шотам қалай жалпы атмосфера сәл-пәл болсын сезіліп жатыр ма? Маған бір сезіліп жатыр атмосферасы. Шығып жатқан кісілер. Біздің очередь қашан келеді екен, қанша күтеміз?
Бұл жақтың бір туризмі өте керемет дамығанда, мына тұрған оформлениенің барлығын болар қолдан жасағанда, негізінде қарап тұрсаң. Туризм өте керемет дамыған. Иншалла бізде де бір осындай бір деңгейге жететін күн болсын. Оны істейтін біз жастар, давайте бірге жасайық осы нәрсені. Құдай қаласа мен барам, сол кезде жасаймыз. 프린 표시 그리고 있으면 예쁘게 사진을 찍어 주셔도 좋지만 누군 손님한 손 먼저. Алма кетті домала, күші бойын жағылап, кім алманы табады, сол ойыны шығады деген сияқты өлеңдер ғой примерно. Жоқ, ана қызды айтам да мамше, рэперді ше. Мамандығын дұрыс таңдамағын. 기대시면 굉장히 위험합니다. Бір қайықта кемелестерім ғой мен, кемелестерім. Қорқынышты мынау, айбай су кіріп жатыр десең да. Жылан. Анаконда, құдай, қорқынышты. Маған дым болмаған ғой. Бір жеңіме ғана су тиген, қалған жерім бәрі ішін құп-құрғақ болды. 스마트 식스. 수많은 제품들을 아니, 스마트 식스는 생활의 Тамақтануға келдік. Тамағымыз жеп алайық та иншалла. Ары қарай қыдырамыз ғой. Алған тамақтарымыз қымбатқа түсті. 47 мыңдей шықты, 43 мың ба? Сондай болды. Қазір жейтін тамағымыз көреміз, егер де стоящий болса, бағасын беріп, реакциямыз қалдырып сөйтіп кетеміз ғой. Сіздер де реакцияларыңызды қалдырып, комментарий жазып, бір қолдау білдіріп отырыңыздар. Мына тамақты қазір жейміз. Қандай тағам еді мама? Шампури. Шампури деген тағам. Сонда спагетти шампури дейді. Жейміз ал кәттік алып. Бисмилля. А что оно? Негрлер бар ғой, реакция түсіретін. Солачақ түсіріп көріш деген ғой. Мен тамақ жеген сіздерге ұнаса, астына реакция тастап кетіңіздер, болмаса асмер түсіріп кетем. Ондай бар ғой дейді. Ұстава. Астына жазып кетіңіздер, түсір десеңіздер, түсірем. Тамақ қалай екен мам? Ұнап жатыр ма? Короче, мен до конца жей алмадым. Ашты екен. Ашты болғанда да масқара ашты екен. Мен жей алмадым мен почти. Жемедім. Жедім, но жемедім. Мама әлі жеп отыр. Ұрып отыр мама. Осындай тамақтар жақсы көреді. Корейский тамақтар сағынам дейді ғой мама. Сағынасыз ба? Мен тойып кеттім, жей алмадым ары қарай. Қазір мен сіздерге таныстырайыншы, мына реветка дедіңіз ба? Креветка. Реветка деп қоясың ғой. Мына креветка деген теңіздің несі? Балығы ма несі? Балығы несі құрсын? Құрт құмырсқасы ғой үшін теңіздің. Бәрі ішінде теңіздікі, басымен ұшқынқы, нау кәдімгі қамыр, и ішіне жаңағындай перец, андай мындай, пияз, сондайлары бар.
соусы менен, и сосын андай обязательно андай редке, редкісі менен қосып береді, тәтті болу үшін, ашты болмас үшін. И сосын обязательно жаныңа андай су алып қоясың мұзбен. Сондай, обязательно, онсыз болмайды никак. Негізі тоймай қалдым. Ашты маған болмайды да. Шли ашты, рамион деген ойнамай қалды нан жанында. Шиктандарға кіретін болсаң, терлемей шықпайсың ғой, короче, бұл айтқанда. Терлек бедеді ғой денеңе дейін. Бүкіл тамақтары ашты. Сосын бізде кеш батып кетті қазір. Ар жақта концерт басталып кетті ғой деймін, соған қазір концертке барып үлгеріп барсақ. Сіздерге әдемілеп видеосын көрсетуге тырысам. Ал, бізбен бірге болыңыздар. Ішінде осылай жүре бересің ғой, короче. Мына жерде әлі аралап біте алмай жатырмыздан, шинші. Тегі үлкен дүгінде сөз жоқ екен. 4:30-да келдік, 4:30-нан бері әлі жүрміз осы жерде, сағат уже 10 болды. Керемет жер екен, құдай қаласа бір үйлену тойымды бір осындай жерге жасағым келеді. Қыздар құлақтарың алтын сырға, неғыса. Тағы да бір осындай керемет видеолар шықсын десеңіздер, астындағы подписацияны басып, каналға жазылып, қолдауларыңызды білдіріп, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдырып кетіңіздер.